Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Әсем. Бүгін татар халқының тәттісі чак-чак тәттісін дайындаймыз. Чак-чагымыздың қамырын илейміз. Қамырымызға жұмыртқа, лимон қышқылы және ұн қажет. Ыдысымызға жұмыртқамызды жарып саламыз. Оның үстіне пышақтың ұшымен немесе шым-шым лимон қышқылын саламыз. Осылай лимон қышқылымен жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қатты жұмсақ болмау керек, орташа болу керек. Иленген қамырымызды пакетке салып, жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Біраз тұрған қамырымызды енді алып, жаямыз. Қамырымызды жұқалап жаямыз. Қамырымыздың бірінші шет-шетін жаямыз, одан кейін ортасын жұқартып жаямыз. Оны себе отырып, дөңгелетіп жайып шығамыз. Қамырымызды жайдық, осындай жұқа болу керек. Оның үстіне ұнымызды сеуіп, қамырымызды бір-бірінің үстіне қойып, осылай жасаймыз. Енді ұзыншақ қамырымызды бірнеше бөлікке бөлеміз. Осылай бөлдік. Енді кеспе кескен сияқты сәл қалыңырақ қып қамырымызды кесіп шығамыз. Қамырымыз осындай көлемде болу керек. Қамырымыздың барлығын кесіп алдық. Енді қызып тұрған майымызға қамырымызды салып қуырып аламыз. Осылай қамырларымызды қозғай отыра, екі шетін қызартып пісіріп аламыз. Пісіріп, бөлек ыдысқа сорғытып аламыз. Чак-чактарымыздың қамыры дайын, енді сиропын жасаймыз. Бал мен қант керек. Ыдысымызға балымыз саламыз. Мен бұл жерде екі түрлі бал алдым, және балымыздың үстіне қантын салып, осылай қыздырып аламыз. Астын бірнеше рет араластырамыз. Осылай бал мен қантымыз араластып толықтай еріді. Енді ыдысымызға чак-чагымызды саламыз. Оның үстіне мейіз саламыз және грек жаңғағын саламыз. Осылай барлығын жақсылап алдымен араластырып аламыз. Одан кейін қызып тұрған балымызды үстіне құямыз. Барлығын жақсылап араластырдық. Чак-чагымызға әртүрлі форма берсеңіздер болады. Мен осындай қалыпқа салғанды жөн көрдім. Осылай барлық чак-чактарымызды салдық. Қасықтарымызбен нығыздадық шет-шетін, және қолымызды сулап алып, чак-чактарымыз шет-шетін басып, нығыздап шығамыз. Және тоңазытқышқа 15 минутқа қоямыз. Чак-чактарымыз дайын. Осы рецептпен чак-чак пісіріңіздер, өте жақсы шығады. Бір жасағаннан қамыры өгіліп тұрады, ауызда салса еріп тұрады. Жақындарыңызға осындай чак-чак дайындап шайға шақырыңыздар. Менің каналыма лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсем. Келесі кездескенше күн жақсы.